8-ші Е сынып оқушысы Серік Қарақат, Сафуан Шаймерденов шылынбаған қызғалдақ. Біз бір жылы көктемде демалыс алып, сүйікті қаламыз Алматыға келдік. Қаланың тау жақ шетінен үй алдық. Тұңғыш қызым Жаннаның да туған күні еді. Туған күніне сыйлық сыйлайын деп біз қалаға шықтық. Қаладан қайтар жолда бір кемпірден гүл сатып алдық. Сонда Жанна маған бір уәдемді есіме салды. Мен 1-2 апта бұрын қызыма тауға шығып гүл тереміз деп едім. Сол уәдемді орындайын деп келесі күні біз тауға шықтық. Таудың бергі шеттерінде гүлдер жоқ екен, ал кейбір гүлдер әлі бүршік жара қоймапты. Біз ілгері қарай жүрдік. Сол кезде жолда гүлдер жоқ екен. Қызым бір кезде шаршап кеттім, аяғым ауырып кетті деді. Мен осы қызға шыққанға шаршап қалдың ба? Бұдан басқа да адамдар бұлдан үлкен тауларға да шыққан. Сен қалай шаршап кеттің деді. Ол ой рас па? Я тіпті қыздардың өздері де шығып кеткен деп айттым. Ал Жанна болса басын ұстады. Біз ары қарай ілгері жүрдік. 1-200 метрдей жерде бір қып-қызыл гүлдер тұр екен. Оны көріп тұрған кезде Жанна да оны көргендей болып ары қарай жүгірді. Біз Жанна барып қарасақ, Жанна бір гүлді алайын деп жатқанда тоқтап қалды және соны айналып жүріп, маған қарап, бұл жерде мола бар екен деді. Мен шынымен Жанна барып қарасам, мола тұр екен. Молада кішкентай бір құлпы таста Рәш Садықова 22 жаста құздан құлап опат болған, мәңгі бақи қош бол деп жазылған екен. Және сапарлас достарынан деген жазу да бар екен. Мен оны көріп, қызымның маңдайынан сүйіп, ақылына риза болдым. Содан біз ары қарай ілгері жүрдік. Қайтар жолда Жанна менен бағанағы мола туралы сұрады, ал мен өмірдің күрделілігі мен махаббат жайлы ойлап келемін. Рәштай қыздың моласындағы жайқалып тұрған гүлдер Жанна сияқты сәбилердің махаббатынан шыққан шығар. Кім білсін оны?